Ал, саламатсыздар ма балалар? Так, балалар, мынау жаңа сабағымыз бастамас бұрын бірінші оқушылар түгелдеп алайық, иә? Сабақта кім жоқ бүгін? Назира, сен айтасың ба? Әмірбек қыз Ахмет жоқ, ол кішкене тұмағатып қалды. Қалғанымыз осындамыз, иә? Жақсы. Онда түгелдеп алған болсақ, менің алдыма келіп, біртіндеп келіп, жаңағыдай нерді сиқырлы әріпте жазылды, соған қарап біз 3 топқа бөлінеміз. Әсет келеді, ерлік ал. Яғни, ақ әріп түскендер, ақ әріп түскендер. Бұна солға келеді. А, бұнаға келеді. Бұл әріп ұшқа ұрады. Бұл әріп ұшқа ұрады. Бұл сол расында жатыр, бұл. Burası Esma mı? Gel, şu isimleri gel. Al okuşlar, жылдан жайғасайық, уақытымыз кетіп барады біздің. Уақытымыз кетіп барады. Жылдан жоқ жайғастық па? Жақсы. Сіздер топтарыңыздар. А тобынан кім топбасшы? Яғни егерде әсер сіздер топбасшы, сіздер топтарыңызда? Яғни таған тұрды Зейнеп. Сіздер егерде ұлосын, яғни топбашылар сайлап алдық. Ал енді біз жаңа сабақты бастамас бұрын біз міндетті түрде жаңа сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасында шолу жасап өтеміз. Шолу жасап. Яғни бізде кеше өткен қандай тақырып еді? Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы деген тақырыпты өткенбіз, иә? Енді сол сабақ бойынша сендерден үй тапсырмасын қорыту мақсатында сұрақтар қоямын, өздерін қазір тұрып жауап беруге болады. Так, Қазақстан қысқаша мәлімет беріп өтетін болсақ, этнос халық деген мағынаны да білдіреді. Ол бір ділді, бір мәдениетті, бір тіршілікті ұстанатын адамдарға байланысты болып келеді. Жақсы, тамаша. Келесі сұрақ. Так, халықтың жалпы құрамындағы жекелеген этностардың үлесі. Яғни, ол кестеде сендер кітаптарында берілген қажетсің. Мұрат, сен түсіндіресің ба? Қазақстанда жалпы халық саны 18.157.337. Оның ішінде қазақтар 12.250.305. Ал орыстар болса 3.588.686. Ал өзбектер 576.817. Украинер 277.514. Ұйғырлар 265.997. Татарлар 202.121. Немістер 179.472. Жақсы, тамаша. Біраз жақсылап сол кестені жаттап ал, иә? Так, келесі. Жекелеген этностардың көбірек шоғырланған аймақтары. Біздің елдің қай аймақтарда көп шоғырланған екен? Кім жауап береді? Жасұлан, сен ба? Жекелеген этнос көбірек шоғырланған аймақтар этнос өкілдері қазақтар Түркістан облысы Шымкент қаласында мекендеген олар. Олардың саны 2.135.000 адамды құраған. Ал орыстар Шығыс Қазақстан облысында 505.000 адамды құрап тұр. Өзбектер Түркістан облысы және Шымкент қаласында тұрақтаған. Олардың саны 503.000 адамды құраған. Ұйғырлар саны Алматы облысында мекендеген, олардың саны 155.840 адамды құрады. Жақсы, тамаша. Так. Қазір уақыт болса. Так, диаспоралар дегеніміз не? Диаспора. Диаспоралар. Назира, сен бе жауап бердің? Оған тоқталып кішкене мәлімет беретін болсақ, Қазақстан аумағында диаспоралар пайда бола бастады. Және де бұл халықтың ерікті немесе мәжбүрлі өзінің этностық отанынан тіршілік етіп жатқан бір бөлігі. Және де диаспораларға пайда болатын түпкі жайттар олар саяси және экономикалық, діни, экологиялық, этностық
және әскери түпкі жайттар оған пайда болуына себеп тигізеді. Тамаша. Енді бір екі сұрақ бар екен. Ұлттық және діни саясат дегеніміз не? Ақ жол жауап бересің бе жылдан? Ұлттық және діни саясат дегеніміз ол Қазақстан Республикасында елімізде тұратын барлық этностар арасындағы қарым-қатынастарын үйлестіру бойынша мақсатты жұмыс жүруде. Оларда этносаралық бірігуді және ұлтаралық мәселелерді шешу болып қамтамасыз ету болып табылады. Жақсы, тамаша. Енді қорыту мақсатында кім қорытады? Біздің елді жалпы ұстанатын дінде біздің елді көпсі әсірсен бар? Біздің елімізде екі дінді көбірек ұстанады. Сүннит ислам және де православие христианды. Біздің елімізде 24 ұлттан тұратын халықтың 11 миллионнан астамы ислам дінін ұстанады. Ең кеңінен таралған. Ал балалар, Құдай біз жаңа тақырыпқа өткелі тұрмыз. Бізде бүгінгі жаңа тақырыбымыз Қазақстандағы көші-қон. Бұл көші-қон деген сөзді сендер бүгін емес, алдағы сыныптарда 8-де, мысалы үшін 7 сыныптарда өткесіндер, естікесіндер жалпы. Енді сендерге осыдан қысқаша түсіндіріп өтейін. Бұл көші-қон деген ұғым бір жерде меңденген халықтың бір жерден немесе жекелеген адамдардың да бұл бір жерден екінші жерге ол қоныс аударуын біз көші-қон деп атайды екенбіз. Ол көші-қонның мысалы үшін бірнеше түрі бар. Ол мемлекетаралық көші-қон болады, болмаса құрлықаралық көші-қон болады. Құрлықаралық деп қалай түсінеміз? Құрлықаралық деген бұрасын. Мысалы, Азиядан Америкаға көрсетілген Дұрыс. Яғни Евразия мәдениетінде біз батыс жақтардағы солтүстік Америка немесе оңтүстік Америкаға көшетін болсақ, ол не болады? Құрлықаралық. Ал немесе біз Қазақстан, Өзбекстан немесе басқа да елдерге көшетін болсақ, ол өз құрлығымыз ішінде болса, ол мемлекетаралық болады, иә? Жақсы біраз отыра ғой. Ал енді көші-қонның мемлекетаралық құрлықаралығын айттық қой. Бірақ енді көші-қонның тағы мемлекет ішіндегі негізгі 3 түрі бар екен. Біріншісі қалай? Облыс ішілік, екіншісі облыс аралық, үшіншісі аудан аралық болып есептеледі деген, иә? Аудан аралық. Енді облыс ішілік дегенді қалай түсінеміз? Яғни бізде Түркістан облысы болатын болса, біз мысалы үшін осы Жетісай ауданынан мысалы үшін Шымкент қаласына көшіп баратын болсақ, ол осы облыс ішіндегі не болады? Көші-қон болады, иә? Ал облыс аралық болатын болса, ол мысалы үшін Жамбыл облысынан Алматы облысына көшсек, немесе Жамбыл облысынан біз Ақмола облысына көшсек, ол облыс аралық көші-қон болып есептеледі деген. Одан кейін аудан аралық дегеніміз бұл мысалы үшін Жетісай ауданынан Сарыағашқа немесе ауданның ішінде де кете береді. Мысалы үшін біз осы жерде мысалы үшін ауданның басқа бір елді мекендеріне көшсек, мысалы үшін сондай аудан аралық көші-қонға жатады деген, аудан аралық көші-қонға жатады. Одан кейін көші-қонның орын алу себептері. Енді ол кез келген адам өзінің туып өскен жерінен ол еш жаққа бізге кеткісі келмейді. Ол кетуіне белгілі бір себеп болу керек. Дұрыс па? Мәжбүрлі түрде, мысалы үшін ауа райынан қысымдық көруі мүмкін. Болмаса бір жекелеген ұлт өкілдерінің арасында қақтығыстар көп болып, солардың салдарынан кетуі мүмкін. Болмаса бұл оның тұратын, яғни туып өскен жер бір экологиялық апатты аймақ болуы мүмкін. Дұрыс па? Болмаса инфрақұрылымның яғни жоқтығынан, мысалы үшін больница, мектеп, аптекалар, мысалы үшін көшедегі жолдар, газ, су, свет сияқты адамға қажетті дүниенің бәрі болмағандықтан ол адам не істейді? Өзі туған мекенінен бір басқа жаққа көшуге мәжбүр болады екен. Немесе мемлекеттің ықпалымен көшуі мүмкін, мысалы үшін. Яғни шекара маңына оның туған ауылы бір шекара маңына өте жақын болатын болса, ол жер бір қауіпті жер болатын болса, оны мемлекет не істейді? Ақшалай немесе үйлей зат беріп, яғни көмек беріп, оны қауіпсіз аймаққа көшіреді екен. Енді қазір сол көші-қонның орын алу себептерін нақты тоқталамыз. Ғалымдар бізде
зерттеп қараған кезде көші-қонның мынандай түрлері бар екен. Әлеуметтік, экономикалық, яғни экономикалық, әлеуметтік деген яғни біздің өзіміздің тұрмыс жағдайымызға байланысты, жұмыстың болмауына байланысты, мысалы ауылдарда жұмыс болмағандықтан олар үлкен қалаларға жұмыс іздеп кетуде. Екінші себебі саяси, діни, нәсілдік, әлеуметтік дейді. Жаңа мен сіздер айтып бір ұлттың екінші ұлтқа қысым нәтижесінде ол не істейді? Көшіп деген, иә. Кейінгісі бізде әскери көшу, қайта көшу және жер аудару дейді. Енді бізде мысалы үшін әскери қызметте жұмыс жасайтын біздің көптеген ағаларымыз бар, туысқандарымыз бар, иә. Соларды байқасаңдар, кейбіреулері мынау қызметтері қалада болады, шекарада болады мысалы үшін. Сол себепті олар өз туған туысқанынан, туған жеріне жырақта қызмет атқарады. Өйткені ол әскери қызметке келген кезде олар мысалы үшін мемлекеттің қойған заңына байланысты жұмыс жасайды екен. Яғни той томалақ, басқа кез келген бір жиын-жертөле жиындарға олар не істейді? Келе алмайды. Кейінгісі жеке басқа қатысты себептермен. Яғни бізде өзімізде қазір көптеген адамдар көрсеңдер, мысалы үшін шет мемлекетке барып тұруға не істейді? Ынта білдіріп жатыр деген, иә. Қаншама біздің азаматтарымыз, қаншама біздің отбасыларымыз шет мемлекеттерге қарап көшіп кетті. Ол мысалы үшін көшуіне себеп ол жақта бір жұмыс күші жақсы болуы мүмкін. Болмаса ол жақтың ауа райы сол адамға мысалы үшін қолайлы болуы мүмкін. Біздің елдің ауа райы қолайсыз болуы мүмкін ол үшін былай жатқан кезде. Немесе мысалы үшін балаларын сол жақта шет мемлекеттерде дамыған елдерде үлкен университеттер, жақсы мектептер бар ғой бізде дамыған, иә. Сол жаққа барып балалар білім алсын деп сондай мақсатта енді кетуі мүмкін. Осындай себептермен не істейді екен? Көші-қон процесі жүріп жатады екен. Ал енді бізде көші-қонды біз қалай білеміз? Эмиграция және иммиграция деп бөлеміз ба? Енді соған тоқталып өтейік. Мысалы үшін, мына жерде сендерде кітапта суретте берілген, мына біздің ел, біздің елдің картасы беріліп тұр. Біздің елге кіріп келе жатқан адамдардың үстіне не деп жазып тұрған? Эмиграция, яғни біздің елге көшіп келсе ол иммиграция ғой. Ал біздің елден көшіп басқа елге кетсе, ол эмиграция болады екен. Осы енді қазір осыларды талдап өтеміз. Біздің елге қай кезеңде мысалы үшін көп адам көшіп кетті және қай кезеңде қай жылдары біздің елден көп тұрғын көшіп кеткенін қазір талдайтын боламыз. Енді елдегі сыртқы көші-қон дейді. Біз тәуелсіздік алғаннан кейін біздің халықтың саны өсіп ме жоқ төмендеді ме? Біз тәуелсіздік алған жылдары бастапқы кезде біздің төмендеді. Неге десеңдер, біздің елде қазіргі таңда Құдайға шүкір өзге өкілдер өте көп, бірақ ол кездері бұдан да көп болған. Бірақ біз тәуелсіздік алғаннан кейін, мына біздің елде өмір сүріп басқа өкілдері жайлап өз елдерін не істеді? Жайлап кете бастады. Енді бұл халықтың біздің елге келуі немесе кетуі, халықтың санының артуы немесе кемуі біз сальдо деп атайды екенбіз. Яғни біздің елге көп халық көшіп келетін болса, ол қандай сальдо болады? Оң ба, теріс па? Оң. Яғни біздің елге халық көп келіп, халықтың саны артса, оң сальдо. Ал біздің елге көшіп кетсе, ол теріс сальдо болады. Енді қай жылдары оң сальдо, қай жылдары теріс сальдо болған біз қазір талдаймыз. Яғни бізде бірінші кезең 1990-2003 жылдары тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары бізде мысалы үшін қандай болған? Теріс көші-қон сальдосы болған. Яғни біздің елден өзге елдерге өз отандарына көптеген халық не істеді? Көшіп кетті. Екінші кезең бізде 2004-2011 жылдары. Бізде біз үшін оң сальдо болған екен. Себебі біздің елге көп адамдар көшіп келе бастады. Өйткені Қазақстанның экономикасы не істеді? Қарқынды дами бастады. Біз 97-98 жылдары өзіміздің астанамызды, яғни Нұр-Сұлтан қаласы салды, одан кейін үшінші кезеңде 2012 жылдары, яғни бізге қайтадан теріс сальдо бола бастады.
осылай халықтың келуі бізге оңсайлы болса, біздің елден халықтың кетуі теріс сайлау болады екен. Тыныш отырып қолдарыңды қойып. Так, балалар, үй тапсырмасы түсінікті болды ғой, иә? Өткен сабақ түсінікті болды ма бізге? Бүгінгі жаңа сабақ түсінікті болды ма? Ай, молодец. Ал енді мен сендерге қазір жаңа сабақты қорыту мақсатында бір-екі сұрақ қояйын, сонымен маған кері байланыс бересіңдер, сабағымызды аяқтаймыз, иә? Так, халықтың көші-қон дегеніміз неге түсінді? Кім түсінді? Олжас, сен ба? Халықтың көші-қоны дегеніміз, оның бірнеше себептері болуы мүмкін. Біріншіден инфрақұрылымның жоқтығы, ал екіншіден басқа қала ұнағандықтан немесе ол жердің ауа райы өзіне қолайлы барлық жағдай жасалған болғандықтан көшуі мүмкін. Оны үш кезеңге бөлуге болады. Біріншісі ішкі көші-қон, екіншісі сыртқы көші-қон, үшіншісі ұйымдастырылған көші-қон немесе дербес көші-қон деп атауымызға болады. Ай, жарайсың. Ал депортация дегеніміз не деген? Кім жауап береді? Депортация. Депортация. Ол осыдан басқа ешкім жауап бермей ма? Жаңа сабақ барысында айттық қой, мысалы үшін. Депорт ұрлады деп. Жасұлан ба? Ол бір елге барған кезде оның бір ойға өткізбейтін затты апарса, оны депорт қылады. Заңсыз кіргізді деп, оны қайтадан еліне қайтарып жібереді. Жалпы шекараны заңсыз бұзып өтсе, депорт қылады, иә? Оны бірнеше жылға ол елге баруға тыйым салынады. Депорт дегеніміз сол. Жақсы. Так. Соңғы нақты сұрақ, осы сабағымызды түйіндейік. Көшіп қонудың тағы бір себебі, жаңағы осы айтқан себептерді басқа бір себепті кім түсіндіріп береді? Шыңғыс. Көшіп қонудың тағы бір себебі. Не үшін адамдар көшеді? Көші-қон бұл бір жерден екінші жерге көшу, мысалы осы біз тұрған ауылдан Шымкент алайық, сол жерге көшу. Жоқ, соның себебі Қысым жасау, тұрғылықты жері өзіне зиян болуы. Неше түрлі себептерменен бұл қоныс аударады екен. Жақсы. Так, сендерге қазір ресурс беремін. Осыға бүгінгі сабақтан не алдында бүгінгі сабақ түсінікті болды ма жалпы? Қысқаша, нақты қысқаша етіп, кері байланыс жазып берді, жай ма? Жылдан болды. Кім не түсінді? Қысқаша ғана. Нақты етіп. Ат жөнін жазыңыз. Олдарыңыздың ат жөндерін жазыңдар. Ат жөндерін жазыңыздар. Болған болсақ топбашылар жинаймыз. Болған болсақ топбашылар жинаймыз. Менің алдыма әкеліп беріңдер сөйтіп. Жылдан. Ал үзілістің болуына 1 минут уақыт қалды. Жылдамдатамыз. Болды ма? Сендер топтар? Әсем берді ме сен? Осына келді. Ал, балалар, бүгін сабақ түсінікті болды ғой? Так, үйге Қазақстандағы көші-қон. Жақсы, сау болыңдар. Жинала беріңдер.